Бұл видеода трек-кодты қайдан аламыз, сол туралы айтатын боламын. Мына жерде профильдің суретін бассаңыздар, сіздің мінекей осындай шығады ғой. Осы жерде грузовиктің суретін бассаңыздар, сіздерде осы жерде заказ берген товарларыңыз шығып тұрады. Товарыңызды үстіне басасыз. Мінекей сонда осындай мына жасыл жазудың үстіне басасыздар. Сонда сізде осындай карта шығады. Яғни мына жерде мысалы менің товарым жолға шықты. Мына жерде мінекей грузовиктің суреті тұр. Жолға шықты. Осына трек-кодты мына жерде мынау трек-код. Осы трек-кодты мынаны бассаңыздар копировать етіледі. Осы трек-кодты жаңа өздеріңіздің карго отсылка сайты бар ғой, соған добавить ететін боласыздар, копировать етіп. Мінекей мынау астында тұрған ол трек-код емес, бұл номер заказы. Именно мынау тұрған мінекей бұл бізде трек-код. Сіздерге мынаны бассаңыздар, осы товарыңыздың бүкіл историясы шығады. Қай уақытта заказ бердіңіз, оплата жасадыңыз, продавец оны қашан упаковкаға жіберді, қашан ол жаңағы Қытайдың доставщиктеріне барды, ол қашан жолға шықты. Мінекей бүкіл списогі осы жерде көрсетіліп тұрады. Осы товардың. Егер не жерде мысалы осылай трек-код бар, бірақ картаның суреті жоқ болса, значит ол сіздің товарыңыз әлі жолға шыққан жоқ, бірақ Қытайлардың доставщиктеріне жетті, бірақ жолға әлі шыққан жоқ курьер. Егер курьер жолға шыққан болса, сіздерде осындай карта шығатын болады. Енді товарыңыздың складқа, мысалы мына жерде сіз таңдаған магазин мен складқа дейінгі ара қашықтық осылай көрсетіліп тұр. Енді сіздің мына грузовик складқа жеткен кезде сіздерде мінекей осындай шығады. Мен оның алдындағы жеткен товарларымды көрсетейін. Мына менің жетпеген товарларым, оның алдында жеткен товарларымды көрсетейін. Мінекей мына жерде менде складқа жеткен товарлар бар. Мінекей товардың үстіне бассаңыздар, төбесінде жасыл жазу шығады. Жасыл жазудың үстіне басасыздар. Мінекей осылай болып тұрса, сізде мынандай галочка тұр ғой, қорапша сияқты жасыл птичканың суреті тұр. Значит, бұл товар складқа жеткен деген сөз. Сосын мына жер картада арқылы білуге болады, сосын мына жер арқылы білуге болады. Мінекей мына жерде жасыл ақ птичкасы тұр, жасылдың ішінде ақ птичка тұр. Значит, товар складқа жетті. Жаңа мен жетпеген товарым бар ғой, складқа жетпеген товарым мінекей грузовикте тұр ғой. Мынау әлі складқа жеткен жоқ. Мінекей мына товар. Мінекей жасылдың үстіне басқанда мінекей көрдіңіздер ме? Мына жерде жаңағында ақ птичка жоқ жасылдың ішінде. Бұл значит әлі жолда товарыңыз. Осы товарға отсылка жасау үшін бізде осы товардың трек-кодын копировать етіп алу керек. Осы трек-кодты копировать етіп алу үшін мына тұрған кнопканы басамыз. Сонда сіздерде осы трек-код копировать етіледі. Сосын оны жаңағы өзіміздің каргомыздың отсылка сайтына енгіземіз. Әр каргоның осында трек-сайт енгізетін сайттар болады. Сол сайтқа кіріп трек-код енгіземіз. Мысалы міне добавить трек деген тұр. Осының үстіне басамыз. Трек номер деп тұр астында, үстінде. Осы жерге вставить етеміз. Жаңа копировать еткен трек-кодты и описанияға ол не? Соны жазамыз. Мысалы диспенсер. Сохранить етіп басып, үстіп трек-кодты осылай енгіземіз. Сосын осы жерде мысалы егер сіздерде товарларыңыз басасыз ғой үстіп, міне добавлено, мысалы менде қазір мына жерде добавлено деп тұр. Сосын складқа жеткен болса на складе отправлено, яғни Қытайдың складынан Қазақстанға жіберілген болса отправлено. Ал егер товарыңыз Қазақстанға жеткен болса, мінекей осылай прибыло деп тұрады. Мінекей көрдіңіздер ме? Міне осылай үстіп сіздер өз товарларыңызға отсылка жасасаңыздар болады. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар, сіздерге жауап беремін.